Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімі. Бүгін біз сіздермен органикалық оттекті қосылыстарды жалғастырамыз, оның ішінде көмір суларымен танысамыз. Көмір су дегеніміз не? Көмір су бұл бізде оттекті қосылыстар, бұнда бізде гидроксотоп болады міндетті түрде, және альдо немесе кето группалар болады. Яғни көмір суларды екі топқа жіктеуге болады, альдозалар және кетозалар. Тағы да басқа гидроксотоптың санына байланысты біз циклді қосылыстың санына байланысты біз оларды моносахарид, дисахарид немесе полисахарид деп бөледі екенбіз. Моносахарид моносахаридке глюкоза, галактоза немесе фруктоза жатады. Бұл қосылыстарды естіген боларсыздар. Барлығының 3 молекуланың да молекулярлы формуласы С6H12O6-ға тең. Бұлардың құрылымдық формуласында ғана ерекшелік бар. Біз оны қазір қарастырамыз. Глюкозаның формуласын қарапайым жазатын болсақ, бұл бізде фураноза болады. Оттекті циклді қосылыс 5 байланыс 5 бұрыш түзеді. Алты бұрыш түзеді. Бұнда бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 оттек және 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 сутек бар. Яғни глюкозаның да фруктоза, галактозаның үшеуінің жазықтықтағы формуласы осылай бірдей болады. Алайда олардың кеңістіктегі құрылымы өзгешеленеді, яғни мынау гидроксотоптардың, OH топтарының жазықтыққа байланысты жоғары немесе төменде орналасуына байланысты ерекшеленеді. Бұл барлық моносахаридтер бізде кең қолданылады. Глюкоза біздің тірі организмде энергия бөлуші ең негізгі зат деп айтсақ болады. Сонымен моносахаридтерден бөлек бізде көмірсу дисахаридтерден де тұрады. Дисахарид. Дисахаридке мысалы сахароза жатады. Сахароза. Сахароза бізде қант қызылшасында кездеседі, және басқа да жаңа қамыс қызылшасында. Бұдан біз кәдімгі қант алады екенбіз. Яғни тағамға қосатын қант. Оны біз неше түрлі тағамдық өнімдер алуда қолданамыз. Оның тәтті дәмі бар екен білеміз. Сахароза да глюкоза да бізде қатты кристалды заттар болып табылады. Суда жақсы ерейді. Енді сахарозаның формуласы бізде С12H22O11. Сахарозаның қазір құрылымдық формуласын жазатын болсақ, бұнда екі циклді қосылыс. Бізде екі циклді қосылыс, ортасында оттек болады. Мына жақта OH группа және CH2OH группасы. Сонымен бізде қазір көміртек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 көміртек бар. Оттек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 оттек бар және 22 сутектен тұрады. Бұл екі циклді қосылыстан бөліктен тұратын болғандықтан
гидролизденіп, яғни су қосылған кезде бұл екіге бөлініп, бұл циклдік қосылыс фруктозаға және глюкозаға ыдырайды екен. Сонда сахарозаны гидролиздеп біз С6H12O6 глюкоза аламыз және С6H12O6 фруктоза алады екенбіз. Глюкоза бізде жаңағы көбінесе жүзімнің құрамында көп кездеседі, фруктоза бізде балдың құрамында кездеседі. Екеуі де бізде табиғи шикізат болып табылады. Келесі бізде көмірсудың түрі бұл полисахаридтер. Полисахаридтерге крахмал жатады және целлюлоза. Крахмал бізде көбінесе бидайда және картопта кездеседі, күріште кездеседі өте көп пайызда. Целлюлоза мақтада немесе ағаштың діңгегінде кездеседі. Крахмалдың көп бөлігі бізде тағам өнеркәсібінде қолданылады. Сонымен қатар крахмалдан гидролиздеп ары қарай глюкозаны алуға болады. Яғни крахмалдан глюкозаны ары қарай тағы да ашытуға болады. Спирт, карбон қышқылдарын тағы да басқа. Ал целлюлозаның ең көп мөлшері бізде қағаз жасау өнеркәсібінде қолданылады екен. Крахмалда гидролизденетінін айттық, целлюлозада гидролизденеді. Енді моносахаридтің ішіне глюкозаның түзілетін, табиғи жолмен түзілетін реакциясын жазатын болсақ, бұл сіздердің білетін фотосинтез реакциясы. Фотосинтез реакциясында көміртек диоксиді және су молекуласы жарық қатысында, мына жерде жарық бар. Жарық қатысында және хлорофилдің көмегімен жүреді. Хлорофил бұл өсімдіктегі жапырақтың бетіндегі жасыл пигмент беретін қосылыс. Осының нәтижесінде бізде глюкоза түзіледі және оттек газы. 12 оттек, 18, 6, 6. 12, 18 теңесті. Бұл жердегі фотосинтез реакциясында жарықтың ең маңызды рөл атқаратынын ескеруіміз қажет. Егер де жарық болмаса, бұл реакция жүрмейді. Жарықтың, қалай ойлайсыздар оқушылар, әртүрлі толқын ұзындықтары болады. Ол толқын ұзындықтары әртүрлі түске ие. Мысалға, күлгін түстен бастап, жасыл, сары, қызыл түске дейінгі толқындар болады. Қалай ойлайсыздар, қай жарықтың толқындары фотосинтез реакциясында қатысады? Бұл жерде хлорофилдің жасыл түсті екенін білетін болсақ, яғни жасыл түсті бұл жұтпайды, яғни оны шағылыстырады. Жасылдан басқа түстерді ол күлгіннен бастап қызылға дейінгі түстерді жұтады екен. Сонда жарықтың күлгін және қызыл толқындарын жұту арқылы осы фотосинтез реакциясы мүмкін екен. Ал егер де ойлайтын болсақ, жасанды жарық, мысалға лампаларды қолданып фотосинтез жасауға бола ма? Бұл сұрақтың жауабы болады, егер де ол лампалардан күлгін және қызыл толқынды жарық сәулелері шығатын болса. Мысалға LED лампаларда әсіресе осы күлгін және қызыл түсті толқын сәулелері шығатын болғандықтан LED лампалармен фотосинтез процесін жасауға болады. Оны қазір жылыжайларда, теплицаларда кеңінен қолданады. Сонымен қатар шыққан глюкоза ол өсімдіктерде жиналады және біз организмде оны ағзада өзімізге қабылдап, ағзамыздың ішінде осы шыққан глюкоза оттекпен тотығу процесіне ұшырап, көмір қышқыл газы және суға ыдырайды екен. Осы ыдырау процесінің кезінде 12, 18, 12. Осы ыдырау процесінің кезінде өте жоғарғы мөлшерде энергия бөлінеді. Осы энергияны біз ағзамызда қолданады екенбіз. Сонымен, бүгінгі тақырыбымызды қарастырсақ, біз көмірсуларды өттік. Көмірсу бірнеше топтарға бөлінеді. Ол моносахаридтер, дисахаридтер және полисахаридтер. Моносахаридтерге глюкоза, фруктоза және галактоза жатады. Олардың барлық молекулалық формулалары С6H12O6 ерекшеліктері тек қана олардың құрылымдарында болады екен.
демек OH групп тобының жазықтықтағы жоғары немесе төмен орналасуына байланысты. Глюкоза бізде жүзімде көп кездеседі, ал дисахаридке бізде сахароза жатады екен. Формуласы С12H22O11. Ол бізде сахароза қант қызылшасында кездеседі екен. Одан біз тағамаққа қосатын қантты алады екенбіз. Бұның ерекшелігі бізде екі циклді қосылыс, сондықтан ол гидролизденген кезде глюкозаға және фруктозаға бөлінеді. Мына реакция бойынша. Бір ескеретін жайт, моносахарид бізде гидролизденбейді, яғни ары қарай ол ұсақ көмірсу молекуласына ыдырамайды. Алайда дисахарид және полисахаридтер гидролизденіп, одан ұсақ моносахарид көмірсуларын алуға болады. Келесі бізде полисахаридтер крахмал және целлюлоза. Крахмалды біз көбінесе глюкоза алуда қолданамыз, немесе тағамдық қоспалар ретінде қолданамыз. Целлюлозаны көбінесе қағаз өндірісінде қолданады екенбіз. Табиғатта глюкозаның түзілу реакциясын фотосинтез деп айтамыз. Ол жарық қатысында жүреді. Хлорофилл бұл жапырақтағы жасыл пигмент. Ал ағзада біз сол глюкозаны оттектің қатысында тотығу процесі кезінде оны реакцияға түсіріп, көміршыл газ су бөлінеді және энергия түзіледі екен. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.